Саламатсыздар ма? Мен Шаймерданова Назерке Маратқызы, номер 100 Шоп орта мектебінің 9-шы класс сынып оқушысы. Жетекшім информатика пәні мұғалімі Ағабекова Ләззат Қанабековна. Бүгінгі жобаның тақырыбы құлаққаптың пайдасы мен зияны. Зерттеудің мақсаты құлаққаптардың адам ағзасына әсерін анықтай отырып, пайдасы мен зиянын танып білу, қажетімізге тиімді пайдалану. Зерттеудің өзектілігі. Құлаққапты қолданған әрбір адам оны қолданғаннан кейін құлағында жағымсыз сезім қалатынын, яғни шу, біраз уақыт дұрыс естімей қалу, бас айналу сияқты әсерлер болатынын байқайды. Осыған байланысты мен де осы құлаққаптарды жиі пайдалану зиян емес пе екен деген сұрақ туындады. Бұл адам ағзасына қаншалықты әсер етеді? Құлаққаптар әуенді мәтіндерді тағы да басқа да қажетті ақпараттарды жеке тыңдауға арналған құрал. Микрофонмен қоса басқа киюге арналған қосымша құралдары да бар. Сондай-ақ құлаққаптар дыбыс басатын арнайы студияларда музыкалық әуендерді жазу үшін қолданылады. Құлаққаптар тарихы. 1810 жылы Натани Болдуин алғашқы басқа арналған телефондарды ойлап тапқан. 1881 жылы Белла Эзра Джилли Леленд дыбысты беретін және қабылдайтын алғашқы телефон гарнитурасын ұсынды. Ең алғашқы бүгінгі нұсқадағы құлаққаптарды 1958 жылы Джон Костың ойлап табуымен жарыққа шыққан. Бұл жаңа ақпарат жарыққа шығысымен ізін ала жапониялық өнертапқыштар осы идеяны ары қарай дамытты. Костаның құлаққабы үлкен және қолданысқа ыңғайсыз туғызды. Осы бір кемшілікті көрген жапондықтар Костың минусын өз пайдаларына плюске айналдырды. 1921 жылы ақш базарында Western Electric радио премияның сериялық моделі жарық көрді. 2004 жылы құлаққаптар базары алғашқы сымсыз құлаққаптары Bluetooth фон дыбыс берушісімен бірге жасалынды. Құлаққаптардың техникалық мінездемесі: қуаттылық, тазалық, қарсылық және сезімталдық. Құлақ аспаптарының жүктелу бірнеше параметрлер бойынша жүзеге асырылады. Топтық бөлімшелерге дизайн ерекшеліктері, спикер, акустикалық дизайн, дыбыс көзіне қосылу тәсілі жатады. Қазіргі құлаққаптардың түрлері жапсырмалы, тамшылы, вакуумды және мониторды. Дыбысты беру қызметіне қарай сымды және сымсыз болып бөлінеді. Сәулелендіру құрылымының типіне қарай динамикалық, электростатикалық, арматуралық болып бөлінеді. Кабельді қосылуына қарай бір жақты және екі жақты. Гарнитурасына қарай түрлері рацияға арналған, телефонға арналған және скайпқа арналған. Адамның сезім мүшелерінің ішіндегі ең сезімталы құлақ. Құлағымыз болмаса біз ешқандай дыбысты ести алмас едік. Алайда, адам қартайған сайын оның барлық мүшелерінің қызметтері бәсеңдейді. Қазіргі кезде жастар өздері де қартайтып бара жатқан сияқты. Ұялы телефонға жиі үңіліп, көзіміздің көруін нашарлатамыз. Ал құлаққапты үнемі тыңдап, құлақтың есту қабілетін бұзамыз. Құлақ ол құлақтың сыртқы бөлігі дыбысты қабылдау, ортаңғы бөлігі дыбысты өткізу, құлақтың ішкі бөлігі дыбысты өңдеу қызметтерін атқарады. Құлақ адамзат өміріндегі үлкен маңызы бар есту мүшесі. Атқаратын қызметі дыбысты қабылдау, дененің тепе-теңдігін сақтап тұру қабілеті бар. Құлақтың дыбысты қабылдауы. Отоларингологтер соңғы кездері өте қатты шу құлақтағы сезімтал жасушалардың өлуіне әкеліп соқтырады деп отыр. Олардың айтуынша, есту қабілетін төмендеуіне құлаққаптың қосар үлесі қомақты көрінеді. Яғни құлаққапты бар даусымен бақыртып қойып тыңдау құлақ пердесін жарып жіберуі мүмкін. Оның соңы керең болуға әкеліп соқтыруы әбден мүмкін. Құлаққаптардың адам денсаулығына әсері. Құлақты дыбысты ұзақ уақыт қабылдау. Құлақтың барабан қабаттарының қозғалысын реттейтін бұлшық еттердің шаршауына әкеп соғады. Құлақтың ішкі жағының нерв клеткаларын өлтіреді. Нашар есту, кереңдікке әкеліп соғылады. Құлаққаптағы өмір. Құлаққаппен әуен тыңдаудың ережелері күн санап дамыған жаңа технологиялар адамды өзінің ырқына бағындырып барады. Ол жасырын емес. Компьютер мен телефонсыз жұмысыңның алға жүруі қиын, және құлаққаппен құлағың бітеп алып өз әлемінде кетіп бара жатқан көрініске де көз үйренді. Әйтсе де оның зиянын ескеріп жатқан ешкім жоқ. Дәрігерлер 15 жыл бұрын есту дәрежесінің төмендеуі 40 жастан асқанда басталса, қазір 20 жастан асқандардың шағымы көптеп дабыл қағуда. Бұған құлаққаптың да айтарлықтай әсері бар. Қатты шығын дыбыстар ортаңғы құлақтың дабыл жағағына өте зиян. Дыбыстар тоқтаусыз естіліп тұратын болса, ол есту қабілетін нашарлатады.
Құлаққаптың оқушыларға әсерін және оны қаншалықты жиі қолданылатынын анықтау үшін мектебіміздің 8 және 9 сынып арасында сауалнама жүргіздік. Ол сауалнамаға 42 оқушы қатысты. Сауалнаманың нәтижесі бойынша сауалнама 80% сұралғандар құлаққаптың қыстыратын, ішке қоятын сыртқы түрлерін жақсы біледі. 60% оқушы қыстыратын құлаққапты, 40% ішке қоятындарын қолданды. 90% қатысушы құлаққаптардың қаупі туралы білмейді. 75% оқушы адам денсаулығына құлаққа өндіріп қоятын құлаққаптардың көбірек зияны барын білмейді. Тек оқушылардың 5% құлаққапты қолдануда ескеретін ережелерді білетінін көрсетті. Құлаққапты қолдануға қатысты кеңестер. Әуен тыңдарды тамшы пішінді құлаққаптан бас тартыңыз. Олардың дыбысы үлкен құлаққаптардан қаттырақ шығады, яғни зияны көп. Дыбыстың ең жоғарғы шегі ретінде 80 децибел белгіленген. Одан қатты шығып тұрған дыбыс есту қабілетіне кері әсер етеді. Күніне 1-2 сағат көлемінде ғана әуенді құлаққаппен тыңдаңыз. Егер де құлақ ауруына шалдықсаңыз, оның мынандай белгілері бар. Құлақ үнемі шыңылдап тұрады. Қатты шудың өзі жай естіледі. Бәсең дыбыстар қатты естіледі. Өзіңізге сөйлеп жатқан адамды 1 шақырымда тұрғандай әзер естисіз. Қорытынды. Өз жұмысымды мен құлаққаптардың адамның есту қабілетіне әсерін талдап түсіндіруге тырыстым. Және оларды тиімсіз пайдалану, айықпайтын ауру тудыратын көпшілікке кеңінен насихаттауды жөн көрдім. Біздің әрқайсымыз сақтықтың қарапайым ережелерін сақтауымыз керек. Жеке басыма келсем, қазіргі уақыттағы сәнді құлаққаптардың көптігіне қарамастан, олардың толықтай бас тарта алмаймын. Бірақ есту қабілетіне келтіретін әсері туралы ережелерді толықтай сақтайтын боламын. Сол себепті де жұмысты дайындап отырмын. Жалпы құлаққапты күніне 1 сағаттан артық қолдануға, соның өзінде дыбысын шамадан тыс қоюға болмайды. Менің ұсынысым, құлаққаптың адам ағзасына әсері туралы буклеттер таратылса, құлаққаптың пайдасы мен зияны туралы арнайы қазақ тілінде кітапшалар жасалынса. Назарларыңызға рахмет.